көп жағдайда сол білімге, нағыз ғылым саласында сонымен айналысып жүрген сол саланың майталмандарына, солардың пікірлеріне жүгінбеуден туындап жатады көп білімсіздіктері, соған қатысты жаңағы пікірлер. Енді негізі дін мамандары өте сақ болу керек. Бір нәрсені айтпастан бұрын сол қандай да бір түсініктің ғылыми астары бар ма, ол бір жаңағы қаншалықты дұрыс, бұрыс, қоғам оны қалай қабылдайды, оның бәрін ескеру керек сияқты. Бұл жаңағы исламофобияның өршіп тұрған заманында оған арнайы бір жаңағы көмек қолдауға қажет күтудің несі жоқ, мәні жоқ. Бұл жерде адамдардың өздері соны қолдан жасап жатқан сияқты да. Яғни дін мамандардың өзі бұл жерде үлес қосып жатқан сияқты сол исламофобияға. Яғни дін маманы қазіргі кезекте тек қана өзінің саласын ғана емес, сонымен қатар тарихты да білетін, әдебиетті де білетін, кәдімгі салт сананы бәрін білетін азамат болу керек болып тұр да. Заманның талап ретінде сол болып тұр. Қазір көп жағдайда адамдардың дінге қарсы айтып жатқан пікірлері сол біздің дінімізді дәстүрмен ұштастырып түсіндіріп бере алмауында болып жатыр. Көп имамдардың қателіктері сол болып жатыр. Енді бұл жерде имамдарды кінәлайын деп отырған жоқ, барлығы бірдей емес, бірақ араларында бар. Араларында болып жатыр ондай дүниелер. Сондықтан мына дін мамандары кішкене сол нәзік тұстарға, сол бір ұлттың танымына, жаңағы салтына, дәстүріне қайшы келмейтіндей дүниелерді айту жағына мән берсе, ғылымға, білімге кішкене көңіл бөлсе, мамандардың пікіріне жүгінсе, сол этнография саласы болсын, филология саласы болсын, барлығына соған мән берсе, кішкене дұрысырақ болар еді да. Сонда мынау қазір дін мен дәстүрді айтып жатырмыз ғой. Сол дін мен дәстүр үйлесімділігі, сабақтастығы сол кезде орын алған болады да.